Өгей қыздың көз жасы. Әңгіме. Сабырлы қалыптан бір сәтке тайқып, өз ойының жемісті кезеңдердің мәңгіге ұмытып, қараңғы түкпірге жасырынған кішкене балаша, бөлмеге бұрышында солқ-солқ жылап 18 жасар қыз отыр. Не себепті жылайды, не үшін өмірге наз айтады, бәрі жұмбақ. Барлығы ішінде сақтаулы, жүрек түкпірінде құлыптаулы. Кейде терең күрсініп, нәзік саусақтарының сыртымен көз жасын сүртіп қояды. Тек көз жасын ғана, ал жүрек жасын, жүрек мұңын сүртуде, сылып тастауда мүмкін емес еді. Төмен салбыраған басын көтеріп, жасқа малынған жанарын тағы да сүртіп, бір байламға келгенде отырған орнынан тұрды. Төңірегін бір шолып, ауыр күрсінді. Аяғын сүйрете басып, терезе жақтауына жақындады. Жынданған адамша сәл жымиып, мен неге ол үшін мұңға батамын, деді. Жымиған күлкісін бірден тоқтатып, қалың ой тұңғиығына қайта батты. Қандай ой екені жұмбақ. Жақсы ой ма, жаман ой ма? Бәрі ішінде. Лайым жақсы болғай. Терезе алдынан аспандағы қиық айға қарады. Айда қызға қарап, сен де мен де жалғызсың, мен де сендей жалғызбын, деп мұң шағатындай. Мүмкін сол айда шығар. Қызық, деді айға қарап. Қанша жылдар өтсе де сен өлмедің. Ал біз жұмыр, басты пенде мыңымыз келіп, мыңымыз кеттік. Ішімізде жақсымызда, жаманымызда, түн қатып, жыр жазғанымызда, есі ауысып жынданғанымызда болды. Барлығын сен көріп тұрдың, көрдің де бересің. Неге? Сонда өмірдің әділеттілігі сол ма? Жансыз, түнде ғана жер бетіне жарық деген ұғым бар екен ұмыттырмаушы ең. Жаратушы сені жаратқан ба? Басқа титті де пайдаң жоқ. Бірақ сен мәңгісің, иә, мәңгіліксің. Мен де өлемін, бәрі өледі. Себебі біз пендеміз, адамбыз. Қуанамыз, қайғырамыз, күлеміз. Кейде ашуға да ерік береміз. Қателіктер жасаймыз. Сол үшін кешірім сұраймыз. Ал сен ше, сен не істей аласың? Қаншама күнәні көрсең де, қайырымсыз адамдарды көрсең де, қиналғандарды көрсең де ештеңе жасай алмайсың. Сенің қолынан түк келмейді. Есі ауысқан адамша сықылықтай күліп, сен де қолда жоқ екен ғой. Иә, сен де қолда жоқ. Қолда, ал менде қол бар, ақыл сана бар, өкінішті. Сен бұлардың бірінде түсінбейсің. Сен жай ғана бір ғаламшардың сергісің. Бітті. Қою қара түнде жарқырап тұрған жарығай үндемеді. Тіпті ашуланған қыздың айтқан сөзіне ешқандай жауапта қайыра алмады. Мүмкін қыздың да айтқаны орынды болар. Көркем, бөлме ішін жаңғырта шыққан Қадишаның үні еді. Күнделікті қалпымен қызын оятпаққа бөлмесіне кірді. Ойбай, деді ернін сылып еткізіп. Мына қыз қайда кеткен? Қашып кеткеннен сау өзі? Бөлме ішінде дел сал күйде не істерін білмей, меңзе болып Қадиша тұр. О тоба, құдірет, жомартқа не бетінді айтам? Бір қызға ие бола алмадың ба? Деп өзімнен көріп жүрмесіне кім кепіл? Жоқ, ешқайда қашпаған болар. Мүмкін далада жүрген болар. Менде қайдағы жайдағын ойлап, күдікті ойын бір сәтке селтеткендей бір күрсініп дем алды. Ақиқатында қызының махаббат деген азапты дертке шалдыққанын білмейтін еді. Іштен тынып, бітеу біткен жара секілді өзімен өзі иесіз сырласып отырғанын білуші ме еді? Ай қайдам, білмейді ғой. Сонда ана жүрегі перзентінің қаншалықты қиын кезеңді басынан өткіріп, жүрегін сезбегені ме? Әлде ана жүрегі тасқа айналып кеткен бе? Бәлкім, өгей шеше болғансын қызының жан жарасын сезінбеген болар. Ол да мүмкін. Қанша іздесе де қыз табылмады. Көрші көлемнен, ағайын туыстан, құрбы құрдастан, таныстардың барлығынан да қызын сұрап шықты. Барлығының аузынан еститіні бір-ақ сөз. Көрмедім, бітті. Бұдан басқа көңілге медеу берерлік бір сөз айтылса ғой шіркін. Біреу әне кетіп бара жатыр еді десе болғаны сол жаққа бет алар еді. Ол адамның айтқаны шын ба, жалған ба, елерлік Қадиша жоқ. Бәрінен бұрын қыз табылса болғаны. Қу дүниенің тарылғаны соншалық, ондай сөзді әлі естігенде жоқ. Үмітің үзбестен іздеп келеді. Балапанның іздеген құстай, басына қисая таратылған орамалды да ескерер емес. Үстінде алпы-солпы, аш шектей шұбатылған халатын киген, сүріне қабына Қадиша келе жатыр. Сырт кейпін көрген ауыл әйелдері жынданғанын саума, деп беттерін шымшып, таңданыспен әрі күмәнмен қарауда. Жұрттың ойын елеп, мән беріп, маған айттың бай деп бұрыла тұрып ұрса кететін, ұрыс десе жанын беретін
Қадиша жоқ. Кезіккендерден бар сұрары менің көркемімді көрдің бе? Бас артық басқа сөз айтпайды. Тіліне сол сөз ғана байланғандай. Сұраған сұрауына жоқ деп айтарын кісі жүзінен таниды да бұрылып кете барады. Ауылды түгел шарлап шықса да қызды таба алмады. Өзімен өзі күбірлеп, жаратқан-ау, жомартқа не айтам? Бұл қай мазағың еді? Енді не істеймін? Үйге келген бетте қызым қайда деп сұрайды. Сонда не демекпін? Мен оянсам қызың жоқ екен, қашып кеткен секілді деймін бе? Жоқ, олай десем менің өлгенім. Жон арқамнан таспа тіледі. Таспа деп иығындағы тырықтың орнын ұстады. Мені тірідей жерге көмеді. Жоқ, олай айта алмаймын. Табамын қызды, табамын. Бәйшешектер енді бір ашып, қозы-лақтың аузы көкке енді тиген кез. Ашық аспан, ауыл арасындағы қыстан қалған қар сулары сай-саланы жағалап кеткен. Аспанның қарауылындай болып алтын күн тұр. Бәрін бақылап, жіті қадағалау міндетін мойнына алғандай. Тура қаратпайды. Қарай қалғанның өзінде еріксіз көзді тайдырып, әкетуге мәжбүр боласың. Шақырайған күннің нұры көздің қарашығын ойып жіберердей, жазым етердей шағыласын. Ауыл үйлеріндегі адамдар да кішігірім той, бір-біріне көктемдің келуімен, көкек айының, яғни сәуір енуімен құттықтап әлек. Тек бір күйде жаназа шығарғандай зарлы жылау, ащы өксіктен қарлыққан дауыс, ыңырсыған, күшене ыңыранған, өткір, құлақ тесер үн. Бұл Жомарттың үйінен шыққан үн еді. Ел жұрт қуанып жатқанда бұлар да нағып күңірені дейсіз ғой. Басты себеп көркем. Оқиғаны басынан бастайық. Жомарттың үйленгеніне 2 жыл толған тұғын. Әйелі марқұм әп-әдемі нәп-нәзік қыз баланы дүниеге әкелген еді. Жомарттың соңында қуанғанын-ай, бауырына қызын қысып, көзіне қуаныштан жас алып, көркем деп қоямын, көркем болады деп аурухананы басына көтері айқайлаған. Қуаныш пен қайғының екі жүз жеретін қашанда белгілі. Қуансаң қайғырасың, қайғырсаң қуанасың. Жомарт қызын қызықтап тұрған кезде дәрігерлердің не болды деген үндері қосарлана шыққан. Не болғанын Жомарт та түсінбеді. Бір байқағаны кереуетте жатқан келіншегінің көзі ақшиып, ал аузы болса апанның аузындай үңірейіп қалыпты. Жарықты қызын дүниеге әкеліп, мына дүниемен мәңгілікке қоштасқан екен. Мәңгілікке. Бір ғажабы қандай дерттен қайтыс болғанын ешбір дәрігер дөп басып анық айта алмады. Тек айтқандары қалаға жіберу керек, сол жақта білікті дәрігерлер бар деген бір сарынды таптаурын сөздер еді. Келіншегін қимады ма, жоқ әлде сүйегін салдырлатып қинамайын деді ме, Жомарттың өзде өлім себебін білуге құлықсыздау болды. Кішкене қызды Жомарттың анасы мәпелеп бақты, өсірді. Қыр гүліндей құлпырып енді өсіп келе жатқан шағында оқыс кеселден Кеуана да мерт болды. Қызымен жалғыз өзі ғана қалды. Анасы барында баланың тағамына, киер киіміне алаң болмаушы еді. Енді барлық міндет бір өзіне артылды. Досының қиналып жүргенін түсінген бір танысы көрші ауылдағы Қадиша есімді қызды таныстырды. Екеуі үйленді, бас қосты. Сөнуге тақаған от қайта тұтанды. Іске пысық, шаруаға епті болғанымен бір кемшілігі бар болатын. Ол балаға келгенде қамқорлық атаулыдан жұрдайлығы. Кішкене қыз апалап келсе қала жұдырығымен салып жіберетін. Жай түйгіштесе бір жөнау, тілім безеп, қу жетімек сарнама, күр жұтқыр деп қарғайтыны тағы бар болатын. Дәл сол әдетімен кішкене қызды жұдырықтап жатқан кезінде Жомарт үстінен түскен болатын. Көрші қатындардың бір-екі рет пыш-пыш айтқан өсектерін құлағына шалғандай сенбеп еді. Нақ сол сәтте көзімен көргесін қарап тұра алмады. Пеш алдында ұзынан ұзынсылап жатқан көсеуді алып, білегін сыбаны бар күшімен бірнеше мәрте соғып қалған. Бірақ та Жомарттың бір мінезі бар. Ашуы басталса тоқтату қиын еді. Көсеуімен бірнеше ұрғанға айызы қанбады. Жан-жағын қарағанда көзге ілінер икемді саймен болмаған соң сыртқа шығып кеткен. Сырттан өзімен бірге сүймен күректі алып келді. Үрей басқан Қадиша осыншама жалынды, жалбарынды, ант су ішті. Бірақ Жомарттың ашуы тарқамады. Бар күшімен келіп күрекпен бір ұрды. Көзі қарауытты ма, әлде сермегенде мүлт кетті ме, тек күректің ұшы ғана иығына тиді. Ұшы болса да жай тимеді. Ойып түсті.
қайрылған пышақтай кесіп түсті. Арада қаншама уақыт өтті. Күрек тигендер өң бітіп жазылды. Әйтсе де шырам қалды. Сол оқиғадан кейін Қадишаның балаға деген махаббаты ашылды. Бұрындары баланы иттің етінен жек көретін Қадиша бала жанды болып кетті. Кейбір ауыл әйелдері Қадишаның сол жақ иығында бір шайтан отырады екен. Біздің жомарты жай адам емес қой. Сол шайтанды күрекпен қағып түсіріпті. Содан ғой, әйтпесе Қадишаны білеміз ғой. Баланы қинаудан басқаны білмейді деп быж-быж гүж-гүж етіп өсек тасыды. Күбір-күбір сөйлеп үйіне қалай жеткенін байқамай қалды. Жан-жағына қараса, қарсы алдында үйінің қақпасы тұр. Қыз үйге келген болар деген үмітпен есікті ашып үйге кірді. Бағына орай жомарт әлі келмепті. Көркем де келмегенге ұқсайды. Әлде келген бе? Қадиша үйдегі өзгерісті тез байқап қалды. Аяғына ілген тәпішкесін шешпестен кілемшелердің үстін басып қыздың бөлмесіне жетіп барды. Ғажап-ау, қыз ештеңе болғандай пысылап ұйықтап жатыр. Ал бұл болса ше, ақ тер, көк тер болып текке сабылған ба? Әлде таңертең дұрыс қарамағаны ма? Жоқ, Қадиша жаңылмайды. Қадишаның көзі қыранның көзіндей қиядағыны қалт жібермей көреді. Қонаққа келе жатқан адамды алыстан танып, кім екенін, қандай киім кигенін, бетінде нүктедей меңі болса бірден байқайтын Қадиша емес пе? Сонда бұған да кәрілік жеткен бе? Жоқ, Қадишаға кәрілік келмейді. Мүмкін жанары бұлыңғырланған болар, немесе шел баста бастаған шар. Көзге кәрілік келсе де, Қадишаға кәрілік келген жоқ. Бір күмәнді ой, ұйықтап жатқан қызыңды оят, сұрап біл дегендей санасында дыз ете қалды. Күмәнді ойдың жетегіне еріп, қызы жатқан кереуетке ұмтылмаққа бекінді. Бірақ та өз-өзін сабырға шақырып, осының дұрыс па, оянғансын өз айтар, менен сыр жасырмаушы еді деп іркіліп тоқтады. Ал ұйықтап жатыр деген қыз бәрін сезіп біліп жатыр еді. Шынымен ұйықтап қаларым деп көзін жұмып еді, көз алдында өткен күннің сарқындалары, тәтті шағына балған естеліктері оралды. Ол кездер қандай әдемі еді, ешқандай да уайым жоқ, қайғыру жоқ, алаңдық жоқ, бар дүние, бар ғалам уысында тұрғандай болатын. Тіпті сол жан басқа біреу үшін өзін тастап кетерін білді ме, білмек түгілі пәк көңілді қыздың таза жүрегі сезбегенде болар. Сезбеген. Енді міне, бір-ақ сәтте махаббат оқиғасының көңілсіз кейіпкері болды да қалды. Алдын жаңа күнде жарқырап шығар мүмкіндіктер де бар ма? Әлде қам көңіл күйде өмірдің салған тәлкегіне, мысқылдап күлгендей мазағына көніп жүре бермек пе? Бәрі қалай басталып еді? Ұяла батып бара жатқан күн жүзі, ерен келем деп қол бұлғайтындай. Ауыл орталығында жастарға арнап салынған саябақ бар еді. Қаланың саябақтарындай қаулап өскен ағашы, көздің жауын алар әдемілігі болмаса да, бірнеше орындығы бар, қаптаған адамы бар. Кеш түсте үлкен кішісі сол саябақта жүретін. Бір-бірін күнде көрсе де жаңа көргендей қауқылдасып, үй ішінің амандығын сұрасып, шал кемпірлер бөлек отыратын. Әкім тексеріп кетті ме? Бізге де келді. Келесіде хабарласып қойыңдар, біліп отырайық деп, ерлер жағы оқшауланып жұмыстың әңгімесін талқылаушы еді. Әйелдер болса күнделікті күйбеңге толы үй тірлігін, жасаған тамақтарын сөз ететін. Жастар жағы болса түнге таман саябақтағы жиналған адамдар тарқағасын ақырын-ақырын жиналатын. Сол жастардың бірі Көркем мен Нұржан еді. Мектепті тамамдаған жас Албырт қош жүрек. Бір оқу орнында екі түрлі мамандық бойынша білім алып, бірге өмір айдынына аттанбаққа бекінген. Арман мақсаттары көмсекі болса да айқын деп есептейтін. Жазғы демалысты пайдаланып, ауылдағы саябақта кездесу еді. Жастықтың іңкәр сезімі саф алтындай, таза жүрекке ұяланғандай, бір-біріне деген ынтықтық, ерекше үйлесімділік сыйлайтын. Айлы түннің астындағы сырласу, үнсіздік атты құдіретке орын беріп, тек көз арқылы, ғашықтықтың қос жанар арқылы бір-бірін ұғысар еді. Жай ғана ұғысып қоймай, тылсым әлемдерін, ішкі әлемдерін айнала қатесі түсінер еді. Нұржан мен Көркемнің қайтып оралмас сәттерін, махаббат хикаясын айтып не қыламыз? Оқырман қауымның құнды уақытын алмауды жөн көрдім. Мәңгілікке ажырасар күнінде де солай болған. Екеуі оңаша. Нұржанның жүзі сынық болса да, тышқан аңдыған мысықтай сездірмеген. Тек саябақтың сыртын ала қоршалған, жасыл түсті қақпаға таяу келген кезде ғана саған бірден айтсам бола ма деген ерге тән үндігі қырылды жоғалтып. Алаңсыз, бейқам ойда келе жатқан қыз, әрине, айта бер, деді еркелеген нәзік үнмен. Қыздың қолын ұстаған қалпында менің саған деген сезімім жоқ деген еді.
Қыз түсінбеді-ау деймін. Түсінбеуі де орынды. Жігіттің даусы әйнек ішіндегі масаның ызыңдай ақырын шыққан. Өзі де сезгендей қайтадан мен сені ұнатпаймын. Саған деген сезімім жоқ. Мен басқаны сүйемін. Менің адамым басқа, деп айқайлап жіберді. Қыз бірден жігіттің көз жарына қарады. Құдай-ау, құдды бір өлі мысықтың көзіне қарағандай, ешқандай да нұр жоқ. Көзінен өзіне деген сезім сәулесін іздеген бір ғана жалт етіп көрінуші деп тілеген, үміттенген, қалжың деп жігіттің сөзіне сенбеген. Сенбеуі де қисынға келеді. Бір апта немесе бірнеше ай болса бір жөн. Бақандай 4 жыл мектеп кезінде бір-бірін ұнатып, табысты, серттесті, мәңгі бірге болуға ант етті. Барлық оқиғалар көз алдынан тізбектеліп өтіп шықты. 10-шы сыныптағы, 11-дегі, 1-ші курс, 2-ші курстағы күні кеше ғана болған оқиғалар. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Жігіттің қолынан өз қолын босатып бетін басты. Көзден еріксіз мөлдір тамшылар тамды. Жер ана перзентінің жылағанын білдірмейін дегендей сіңдіріп жібереді. Көз жанары жасқа толып, жігіттің көзіне қайта қарады. Жоқ, ешқандай да нұрлы көз жоқ. Тек қап-қара тұңғиыққа жетелейтін, тұңғиықтың түбіне бойлататын қара құрдым іспетті. Бірдеңе үрейлене қорқып, бұрылып тұра жүгірді. Алды-артына қарамастан жүгіріп келеді. Қайда барады, ол өзіне де белгісіз. Бір күш жігер дейтін секілді жүгір. Жүгірген қалпы ауыл шетіне келді. Тым-тырыс, меңіреу тыныштық орын тепкен. Оң жағында қалбиып ескей тұр. Әкесі туған анасымен осы үйде қауышып, осы үйде қарапайым өмірлерін кешкесін бе, бұл үйді жеке мұражай секті сақтаған. Тәтті естеліктерді бұзып алардай қорқып Қадишаны басқа үйге кіргізді. Жомарттың өзі ара-тұра келісіп, есікке үйдің шаң тозаңдарын сүртіп, терезелерді ашып, өткен шаққа саяхат жасағандай бір аялдап қаладың. Оның өзінде де ұзақ отыруға жүрегі дауаламайтын. Тек бірер минуттарға ғана. Ақырын жақындап есікке үңілді. Есікте қара түннің күнәсін ашқандай күміс түстес құлып ай сәулесіне жарқырап тұр. Қалтасын қарап еді, ештеңе қолға іліне қоймайды. Құлаққа смартфон ғана бар екен. Ойына кілтті мойнына тағып жүретіне түсіп, мойнынан кілтті алып, есікті ашты. Сырнай тартып есік ашылды. Адамдай басып ішке енді. Көптен бері келмегесін бе, жүрегінде бір үрей пайда болғандай болды. Бірақ ол да уақытша екен. Ішке еніп, әрі-бері жүргесін ол да тарқады. Жарықты жағып, бөлмелерді аралап, уақыт көлігіне бағынбай тоқтап қалған естеліктердің әрбіріне көз жүгіртіп, әр қайсынан сыр ұғардай зерделі оймен көз салды. Бұның барлығы жараланған жүрегін тілім-тілім болған кеудесіндегі бір жапырақ етті алдырқату еді. Ай, бірақ болмайды. Осы үйдегі заттар махаббат оқиғасынан запы көрген жаны нүгіп, миын тілгілеп тастағандай қинайды. Ойламайын десе тағы болмайды. Біреу әдейі көз алдына алып келетін сияқты. Міне, тағы да бейнелер көз алдында көлбеңдеп тұр. Бұл дүниеде ең сорақы нәрсе болса, ол жақын тұтқан, жүрегіңді сеніп тапсырған адамың, сені сатып, түкке керексіз заттай тастап салуы екен. Одан да сорақы, жаныңда ауыртар тұсы, сол адаммен өміріңді елестетіп, өзіңді сол адаммен бақытты сезінуің, болашағыңды бар ғұмырыңды құнсыз адамға тіркеп қоюың. Амал қанша, болар іс болды, өтті кетті. Ендігі кезекте алдыға жылжу керек. Алдыға жылжу керек деп оп-оңай айта саламыз ғой. Бірақ қалайша, өткен күндердегі естеліктерді, адам жадында сақталып қалған оқиғаларды қайтпекпіз. О жағы белгісіз. Бар айтарымыз алдыға жылжу. Сонда ол не? Ол да белгісіз. Не деген ақымақпын? Жігіт деген не теңім? Маған жігіт емес, оқу керек қой. Оқу. Мен не істедім? Мектеп қабырғасын аяқтамай жатып, жігітке жармастым. Сүйдім, күйдім, өлдім дедім. Ақыр аяғы не болды? Мен сені ұнатпаймын. Саған деген сезімім жоқ деген сөзді естідім. Бітті. Алған атағым, шыққан биігім, табан тіреген жерім сол болды ма? Иә, сол ғана, басқа дым да емес. Неткен сорлы едім, неткен бақытсыз бейшара едім. Менде сормаңдай жер әлемде жоқ шығар. Бар дегеннің өзі мені көріп күлетін, күлкіден өлетін болар деп жерге отыра кетті. Сол отырған қалпы бұрышқа жылжып барды да, тізесін құшақтап, кішкене балдай солқ-солқ жылады. Алаңсыз жылады. Аспандағы ай қызы жұбатқысы келгендей нұрын төгіп, мейірімен терезеден сығалап тұр.
қайдан білсін, сүт пісірім уақыттан кейін өзіне де бұл қыздан сөздер дайын екенін.